Мен есімім Айнабек, мен жалпы кәсіпкер емеспін, бірақ кәсіпкер болатыныма сенімдімін. Бүгінгі бұдан бөлек бірнеше семинарларға, тренингтерге қатыстық. Аларым мол, үнемі жаңғырып отыру керек, жаңарып отыру керек. Ертеректе тас баласы деп аталып кеткен бір ғалым болған екен. Ол даму барысында өзі оны меңгере алмайтын, ғылымды меңгере алмайтындығын мойындап, мен ұстаймын деп шешімге келіп, еліне қайтуға жолға шыққанда, жолда бір үңгірге демалып отырған кезде тамшылап тұрған қасты тескен байқайды. Кішкене ғана тамшы қасты тескен ғой үлкен. Сол кезде сол кісі содан ғибрат алып, егер мынау тамшы осындай қатты тасты тескен болса, неге менің басым сонда тастан да қатты ма деген ойға қалады ғой. Сөйтіп, қайтпастан, қайтадан жаңағы оқу орталығына барып, білімін жаңартып, дамып, үлкен ғұлама болған. Біздікі де содан үлгі алуымыз керек. Үнемі үйренсек, оқысақ, ізденсек, міндетті түрде жеңіске жететініне сенімдімін. Және сол жеңісті осы жаңағы бизнес бір ай семинармен бастадық, және осы командамен бірге алда үлкен жеңістіктерге жететінімізге сенеміз. Сіздер де осы жерге келіңіздер.